Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз сіздермен екінші нұсқаның көп жауапты сұрақ тапсырмаларын талдауды жалғастырамыз. Сонымен 26-шы сұрақ. Сұрақты оқиын. Евразия материгінің түбегі немесе түбектері деп сұрақ қойыпты. Балалар, қазір картамен өте сұрақтар көп, сондықтан география тілі карта болғандықтан картамен көбірек жұмыс жасауымыз керек. Сонымен сұрақ дистракторлар: Скандинавия түбегі, Сомали түбегі, Камчатка түбегі, Юкатан түбегі, Чукот түбегі және Кейп-Йорк түбегі деп берілген. Бұл сұрақтың жауабын білу үшін біз осы түбектердің барлығы қай материктердікі екенін табу алуымыз керек. Мысалы, Африканың шығыс мүйізі ол Сомали түбегі, ал Юкатан түбегі солтүстік Америка құрлығында кездеседі. Ал Кейп-Йорк түбегі ол Австралияның түбегі болып табылады. Сонымен Евразияның түбектерін жауаптарды айтайын. Скандинавия түбегі, Камчатка түбегі және Чукот түбегі екен. Біз оны жазып қояйық. Скандинавия түбегі, Камчатка түбегі және Чукот түбегі. Скандинавия түбегінде 3 мемлекет орналасқанын ұмытпаймыз. Жақсы, сонымен біз бір сұраққа жауап бердік. Келесі 27-ші сұрақта балалар жалпы ғаламдық проблемалар туралы айтады. Яғни ғаламдық экологиялық мәселе немесе мәселелер. Жалпы адамзаттың ғаламдық проблемалар ол бейбітшілік проблемасы, дүниежүзілік мұхит проблемасы, демографиялық проблема, экологиялық проблема, азық-түлік проблемасы екенін білеміз. Ал енді бізге экологиялық проблемалардың ішінде варианттарды дұрыс табу керек. Олай болса, мен сұрақ дистракторларын оқиын. Балқаш көлінің ластануы, жылыжай эффектісі, озон қабатының жұқаруы, орман алқаптарының қысқаруы, Арал теңізінің тартылуы және Семей ядролық полигоны. Егер сұрақты мұқият қарайтын болсаңдар, бұл жерде ұлттық, жергілікті деп айтсақ болады, сондай мәселелер де бар, және бүкіл әлемді қамтитын ғаламдық проблемалар тұр. Сонымен сұрақтың жауабына керек. Балқаш көлі, Арал, Семей деген бұл Қазақстанда болып жатқан экологиялық проблемалар. Біз оларды ұлттық проблемалар деп те қарастырамыз. Ал бүкіл әлемге тарап жатқан экологиялық проблемалар ол біріншісі жылыжай эффектісі. Бұл қандай проблема? Әрине температураның жоғарылауына байланысты туындап жатқан проблема. Екіншісі озон қабатының жұқаруы, немесе O3 деп айтамыз. Осы ультракүлгін сәулелерін жерге өткізбейтін озон қабатының жұқаруы. Үшінші проблема орман алқаптарының қысқаруы. Мен қысқартып жазайын. Қысқаруы. Міне, біздің варианттарда осы 3 проблеманы ғаламдық экологиялық мәселе деп айтуға болады. Одан басқа көп балалар проблема. Шөлейттену де жетеді экологиялық проблемаларға. Бірақ біздің сұрақтың жауабы осы екен. Сонымен ары қарай сұрақты жалғастырайық. 28-ші сұрақта былай дейді: Оңтүстік Қазақстан экономикалық ауданында орналасқан СЭС, яғни су электр станциялары немесе станциясы. Жалпы Қазақстанда су электр станциялары, мен былай деп жазайын, Қазақстан Республикасындағы су электр станциялары. Біз ірі 3 су қойма бар екенін білеміз, немесе СЭС. Ол Бұқтырма, екіншісі Қапшағай, үшіншісі Шардара. Ал сұрақ бізге оңтүстік экономикалық аудан дейді. Әрине, бұл шығыс Қазақстанда орналасқан, Бұқтырма. Ал бізде Қапшағай және Шардара ол оңтүстік Қазақстан экономикалық ауданда орналасқан. Сонымен сұрақтың жауабы Қапшағай және Шардара екен. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз, түсінікті деп ойлаймын. 29-ші сұрақта бізге жеңіл түсті металдар немесе металл дейді. Бізге титан, магний,
никель, алюминий, мыс және мырыш сияқты металдарды беріп тұр. Жалпы түсті металдар нешеге бөлінеді? Еске түсірейік. Дұрыс айтасыздар. Түсті металды біз 5-ке бөлеміз. 5-ке. Олар біріншісі ауыр, екіншісі жеңіл, үшіншісі қымбат, төртіншісі баяу балқитын, және бесіншісі сирек кездесетін. Міне, кездесетін. Қараңыздар, енді бізге осының ішінде жеңіл металды табу керек болып тұр. Әрине, ол жеңіл металды мен былай деп жазайын. Ол қайсы екен? Титан екен, және магний екен, және алюминий екен. Ал беріп тұрған бізде никель, мыс, мырыш деген металдар ауыр металға жатады. Қымбат металға біз алтын, күміс, платинаны жатамыз. Баяу балқитынға біз вольфрам, молибден сияқты металдар жатамыз. Ал сирек кездесенге германий, цирконий сияқты жер бетінде сирек кездесетін металдарды жатқызамыз екен. Жақсы. 30-шы сұрақты артайық. 30-шы сұрақта балалар бізге экологиялық із туралы береді. Экологиялық із дегеніміз не? Жалпы табиғатқа күш түсірудің көрсеткіші және ол жан басына шақтағанда гектармен есептелінеді екен. Бұны жалпы экологиялық із дегенді біз былай қысқартып қойсақ болады. Оны 1990 жылы Вакернагель мен Рейс деген ғалымдар тұжырымдаған екен. Осы экологиялық іздің қандай құрам бөліктері бар дейді сұрақ. Көміртек ізі, өзендер, таулар, жанартау, жыртылған жер және жайылым дейді. Біз сіздермен өзен, тау деген географиялық нысандардың не екенін білеміз. Жанартау деген мысалы жердің қойнауынан шығып жатқан литосфералық катаклизм екенін білеміз. Ал енді бізге көміртек ізі, жыртылған жер, жайылым, орман, балық аулау аймағы және құрылысқа пайдаланатын жердің барлығы экологиялық із екен. Өйткені экологиялық із дегеніміз табиғатқа күш түсірудің көрсеткіші деп айттым. Сонымен экологиялық іздің құрам бөліктері нешеу екен? 6 екен. Ұмытпаймыз деп ойлайым, тағы бір жіктеп айтайық, 6 екен. Яғни олар көміртек ізі, жайылым, жыртылған жер, орман, балық аулау аймағы және құрылысқа жарамды жерді біз экологиялық іздің құрам бөліктері деп айтады екенбіз. Сонымен бүгін 5 сұрақты талдадық, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.